Достар, қазір мына тайқазанды көтеріп көретін боламыз. Әрине көтере алмаймыз. Өйткені тайқазанның салмағы 2 тонна. Алайда қазақтың мықты батырлары тайқазанды көтерген екен. Солардың бірі де бірегейі Алатау батыр. Алатау батыр Тәуекел ханның тұсында қазақ әскерінің бас қолбасшысы болған. Еліміздің, жеріміздің тұтастығы, халқымыздың амандығы үшін жан беріп жан алысқан Алатау батыр әрдайым жорыққа шығар алдында Әзірет Сұлтан бабамызға келіп зиярат жасап, бабамыздан медет тілеп жорыққа аттанатын болған. Зияраттан соң Алатау батыр өзінің күшін бір сынап көру үшін тайқазанды көтеретін болған. Бұл тайқазанды көтерудің арнайы шарты болған. Және көтерген батырға берілетін сыйлық болған. Кімде-кім тайқазанды бір қарыс көтеретін болса, бір үйір жылқы берілген. Алатау батыр әрдайым зияратқа келген кезде өз күшін сынап тайқазанды бір көтеретін болған екен. Осылайша тайқазанды 13 рет көтерген. Алған жүлденің бәрін жетім жесірге, кедей кепшікке таратып берген.